28-ші есеп. Мотоциклдың максималды жылдамдығы 500 дециметр секундына, ал машинаның максималды жылдамдығы 250 миллион миллиметр сағатына. Жылдамдықтардың азайтындысын табыңыз. Жылдамдықтардың азайтындысын табу үшін біз оларды ортақ өлшем бірлікке келтіруіміз керек. Егер жауап нұсқаларын қарасақ, мұнда барлығы километр сағатпен берілген. Демек, біз дециметр секундты километр сағатқа және миллиметр сағатты километр сағатқа айналдыруымыз керек. Бірінші 500 дециметр секундты километр сағатқа айналдырайық. Ол үшін не істейміз? Енді қарайық. 500 дециметр. 500 дециметр дегеніміз ол біздің 5000 сантиметр болады. Себебі 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Ал 5000 сантиметрде неше метр бар екен білу үшін біз осыны 100-ге бөлеміз. Бұл 50 метр болады. Ал қанша километр бар екен білу үшін осы 50 метрді бөлеміз 1000-ға. Себебі 1 километрде 1000 метр бар. Демек, 0,105 километр болады. Егер 0,105 километр секундынан болса, ал бізге оны сағатқа айналдыру керек, 1 минутта жазып алайық. 1 минутта 60 секунд бар. Ал 1 сағатта 60 минут бар. Сәйкесінше 60-ты 60-ға көбейтеміз, 3600 секунд бар. Яғни біз 0,105-ті 3600-ге көбейтуіміз керек. 3600-дің 2 нөлі бар. Сол 2 нөлі өтірді алдыға, 2 орынға алдыға жылжытады, сонда бізге 36-ны 5-ке көбейтуге ғана керек. Сонда 36-ны 5-ке көбейтсек, ол 180 болады. Демек, 180 километр сағатына болады. Бұл бізде мотоциклдің жылдамдығы. Километр сағатқа айналдырдық. Енді келесі машинаның жылдамдығын айналдырайық. Оны мұнда жазайын. Екінші деп қояйын. 250 миллион миллиметр сағат. Егер біз осылай есептейтін болсақ, 1 километрде 1 миллион миллиметр бар. Демек, 250 миллион миллиметр дегеніміз ол 250 километр сағат. Енді бізге осы жылдамдықтардың азайтындысын табу керек. Демек, 250-ден азайтамыз 180-ді. Бұл бізге 70 километр сағатты береді. Сонда жылдамдықтардың азайтындысы 70 километр сағатқа тең. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.